Күн шәріфлеріңіз қайырлы olsun. Бүгін сентябрінің 21-і ве Қырым işğalinin 937 күні. Эфирде заман. Халқара жематчылығына Қырым татарлары тарафындан тешкил етілген Қырым гражданлық камачавы Қырымның азат етілмесі мевзусыны күн тәртібіне қайтарғандыр. Ве блокаданың бір еллығы қайд етілген күнде Юқары Шура тарафындан Русия Девлет Дума салевларының танымамасы ақындаки қарары тимсали бір ишаяттыр. Бұл ақта Украина парламентінің отырышы девамында Юқары Шура депутаты Қырым татар мejlisінің рейсі Рифат Чубаров білдірді. Бұндан да ғыры Чубаров хакимиетні Кремль мабуслері ақында да унутмамасını талап етті. Росія, країна-агресор, має бути негайно викинута за межі Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї Організації безпеки і співробітництва Європи, Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва. Шановні колеги, хочу ще додати про те, що на сьогодні в Криму 17 заручників кримських татар знаходяться за ґратами. 17 патріотів України переслідуються окупантами за свою вірність українській державі, за свою вірність своїй релігії, за гідне і достойне свою поведінку в окупованому Криму. Отже, тема звільнення політичних в'язнів, політичних заручників Криму має також бути на передньому плані діяльності і президента України, і всіх наших державних органів. Русиянен яқынлашув Түркиянын Қырымнен бағлы позициясына тәсір етмейжек. Мұны Түркия президенті Реджеп Тайип Эрдоган білдірді. БМТ, яғни ООН Генераль Ассамблеясының сессиясында Эрдоган Украина президенті Петр Порошенконен көрішіп, Түркия Қырым işğalini танымағаны ве Қырым татарлар миллеті ақларының бұзылығыны такбих еткенini білдірді. Түркия Украинаға мұстақиллік ве территориаль бүтінлігі меселесінде қол тұтмаға девам етежек. Русиялы мустақил журналисті Александр Сотник қорқытывлар себебінде Русияны терк етмеге мечбур қалды. Ютубта әрлешкен видео мұражатта Сотник ТВ каналының елбашчысы шахси қавсызлығы үшін о Гурджинистанға бармаға мечбур қалғанını білдірді. Журналистінің қайдеткеніне көре бұ ижрет дегіл муваққат бір чықыштыр. Сотникнің айтқанына көре оның каналы қапатылмайжақ. Анда инсанлар әвелкісі кебе русиялілерінің мустақил фікіріні көре білелер. Незнакомый абонент с неопределившимся номером, доброжелатель, позвонил мне и сообщил, что они готовы потерпеть меня еще до октября месяца, после чего принято решение перевести меня в овощной отдел. Да, они умеют формулировать. К большому сожалению, я вынужден на какое-то время покинуть Россию. Я поехал в Грузию. Я буду какое-то время жить там. Но неуважаемая Габуха, ты, пожалуйста, не упарывайся от радости в связи с моим отъездом, потому что здесь остаются операторы. И канал Сотник ТВ продолжит свою работу. Ишгалжилері чун 6 ел авелсі ичтимai ағда ерлештірілген малюмат экстремизм бойынша тәқиқат алып бармақ үшін себеп. Қырым Сакина Алексей Шестакович 2010 сенесі ВКонтакте ичтимai ағында последняя видеозапись ребят из приморских партизан видеоролигны дәрчеткен. Русияде бұл видеоролик экстремистик материал деп танылды. 6 ел кечкен сон егітке 1000 рублелік пара жазасы кесілді. Махкемет оплашуында Шестакович қадының ватандашлықнен бағлы суаліне озыны дүния ватандашы деп адландырды. Қырым Сакинның тек Украина паспорты бар, о Русия паспорты алмаған. Адвокат Александр Попковның айтқанына көре, иш саяси ренг ташымаға башлады. Шестакович işğaltelген Қырымда анархистлер или фикірдішлік ве Александр Кольченкоға дестек акцияларына кечірді.
Ажылықтан қайтқан Қырым ажыларының бірінші әйеті туғанларымен ақрабалары қаршылады. Қырым мұсылманлары 20 күнден зияде бұйық ажылық мерасимлеріні қошуларақ Медина ве Меккеде ислам дүниясы үшін мұйым олған ерлеріні зиярет етті. Яқын вақытта ажылықтан невбеттекі әйет қайтажақ, бұл сене ажылыққа умумен 365 Қырым мұсылманы барғандыр. Алла насip eylesin bu ziyaret yollarga da çok Müslümanlarga çıkmaya inşallah. Çok yol yürüdük, yayan yürüdük ayırdı. Avtobüsünden çok yol geçtik. Zor. Ama kene de aytkanım gibi Allah'ın razılığı kolay kolay kazanılmay. Cennetke kolay kolay kırılmay. Şükür Allah'a bizim acılarımız bu kıyıncılıklarını, yoldaki kıyıncılıklarını en güzel bir şekilde geçtiler ve sağ selamet kaytıp geldiler. Allah'ımıza binlerce şükürler olsun. Бүгін ақшам Қырымда ilk қар яғмасы белгіленді. Оның арфесінде ярмадаға апансыздан суық тұшты. Бұндан себеп ярмада жүнбінде аномаль вазиет қайдытылды. Аваның арареті sıfırдан yüksek олғаны үшін қар ерге тұшып иремеге башлаған. Бұна бақмадан ақяр сәкенлері қар яғмасыны видеоға чықармаға етіштіргенлер. Кишкене қысчықның яшайышыны сақлав алдындаки бала айжады. Базар күні сентябрінің 25-інде Ақмежетте «Добро руками ребенка» хайрия акциясы кечежек. Балалар ве чағына еткенлер челмекчілік, керамикада язув, ағач оймасы ве феслерінің тікмесі бойынша мастер-классларыны зиярет ете білелер. Мастер-класслар үшін пара алынacak. Топлаған паралар учешіндегі Адиле Зидляеваның тедавиленмесіне yolunacak. Қысчық қара жігерінің циррозы хасталығындан азап чеке. Акцияны ачық юреклер, гоныллелер тақымы тешкелеті. Акция Макроусова еді адресы бойынша кечежек. Детям всегда это очень интересно, проходит все очень весело. Я вас уверяю, что все ваши дети, племянники получат массу удовольствия и будут под впечатлением еще потом долгое время. Бұл біздің соңки хаберіміз еді. Атайры олыңыз, көрішмек үзре.